Бір жиында бәйге болып, 770 аттың ішінен көк көжек деген 5 ат озып келеді. Мынау менің бұдан 5 жыл бұрын жоғалтқан құла биемнің ішінде кеткен құлын ет деп біреу көк көжектің шылауына орала кетеді. Бұған тұрғандар сенбейді. Құла биенің ішінде көк көжектің кеткенін қайдан білдің деп шуласады. Жоқ, бұл ат менікі, танып тұрмын дегеннен басқаны білмейді жаңағы жігіт. Оны қостаушылар да шығады, дау жанжал ұлғая түседі. Биге жүгінеді. Әшейінде ауыз жаппас билер бұл әңгіменің түйінін шеше алмай тығырыққа тіреледі. Сонда бір қария кісі, өмір бойы мал бағумен өткен ел едік. Мал дауын шеше алмасақ, мал баққанымыз қайсы? Мынау дауласқан екі жігітті маған қосып беріңдер. Егер мен әділ төрелігін айта алмасам, ата-бабамнан бері мал бағып келгенім бекер болсын дейді. Жұрт дұрыс деп бұған көнеді. Қария екеуін ертіп өз ауылына келеді де, мына бір құлынның енесін көрсетші дейді. Әлгі көк көжекті таныған жігітті желік апарып. Ол құлынды айналып қарайды да, анадай жерде үйездеп тұрған топ биенің ішінен құйрық жалы төгілген бір құла биені көрсетеді. Қария екінші жігітке, осы құлынның енесі қайсы? Сен тапшы дейді. Ол жігіт бір күрең қасқа биені көрсетеді. Құлынды босатып жібергенде алғашқы жігіт көрсеткен құла биені барып емеді. Мұнан соң қария екі жігітке көгендеулі жатқан қозыны енесіне салдырады. Атын таныған жігіт әрбір қозыны енесіне дәл тауып салады. Сонда қария ат иесіне, мына жігіттің мал танығыш екеніне күмәнің бар ма дейді. Сонда көк көжекке елі кетіп жүрген жігіт, шындық шіркін құлын болып желіде, қозы болып көгенде жата береді екен-ау. Көк көжектің мына жігіт айтқандай құла биеден туғаны рас еді. Жылан жылы нағашыма барғанда екі бие бір айғыр берді. Ауылға жетелеп келе жатқанымда жолдағы ауыл сыртында тұсаулы тұрған буаз құла бие елесті. Бием шеу болсын деп қоса айдап кеткенім рас еді. Ауылға барған соң көк көжек сол биеден туып еді дейді. Қария мал танығаны үшін ат иесіне, расын айтқаны үшін екінші жігітке риза болып, тұлпар түбін тапты. Құла бие салауат саған қалсын деп шешіпті. Тұлпар түбін табады деген нақыл осыдан қалған екен деседі қариялар.